Ассалаумағалейкум достар, біздің бүгінгі шығарылымда сіздермен бөлісетін ақпараттардың аңдатпасы мынадай. Жалпы біз кешегі трансферлік терезеде ауысқан және ауыспай қалған тағы да басқа жаңалықтармен бөлісетін боламыз. Ал достар, біз бастаймыз, таяқты жерге тастаймыз. Экранға жайғасып болсаңыздар, бүгінгі шығарылымды бастаймыз достар. Ал достар, бүгінгі шығарылымда Рамостың жаңалығымен бастауды жөн көрдік. Рамос ПСЖ-да қала беретін болды. Әл-Насырға ауыспайды. Кешегі жаңалықтың барлығы жоққа шықты. Рамос ПСЖ-да. Тағы да бір болайын деп тұрып болмай қалған трансфер жайында айтамыз. Челсидің шабуылшысы Хаким Зиеш ПСЖ-ға өтпейтін болды достар. Себебі трансферлік терезе Англияда жабылды. Соңғы сағаттарға дейін Челсидің ақпараттық жүйесі дұрыс құжат жібермеген, тіпті 3 мәрте қателескен. Сол себепті ПСЖ-ға барып алған Зиеш қайтадан Челсиға ұшып келді. Ал достар, Челсидің аңызы, капитаны, көшбасшысы Джорджиньо Арсеналға ауысты деп хабарлайды Арсеналдың ресми сайтында. Ал достар, Лейпцигте жасындай жарқылдаған, Баварияда өз ойын таппаған Забитцер Манчестер Юнайтедке Эриксеннің орнын басуға бір маусымға жалға келді. Достар, Бернардо Силва өзі қанша Барсаға барғысы келсе де, Пеп тақыр оны Манчестер Ситиден жібермейтін болды деп хабарлайды Фабрицио Романо көкеміз. Достар, АЕС басылымының айтуынша, Реал Мадрид өздеріне Бенземаның орнын басатын 9-ы қарастырып жатқан болатын және Влахович вариантына тоқталған еді. Енді Испанияның аты шықпаған бір басылым шығып айтады дейді, Реал Мадридке Душан келмейді және ол біздің ойынға түспейді, бізге көмек бере алмайды, бізге керек емес деп хабарлайды АЕС басылымы. Ал менің ойымша достар, Душан өте мықты тоғыздық, өте мықты шабуылшы, Реалға келеді деп өз басым ойлаймын, келгенін қалаймын достар. Ал достар, Реал Мадридтің жаңалықтарына да келіп жеттік. Реалдың қорғаушысы Алаба Валенсияға қарсы ойынды өткізіп алады деп хабарлайды Испан басылымы. Тоқта досым, бұнымен біткен жоқ. Ферлан Менди санынан жарақат алды және оның орнын кім иелейді? Камавенга ойнауға тура келіп тұр достар. Реалға қатысты басты жаңалықты ұмытып кете жаздадым достар. Реалдың басты және бітпес қарсыласы Барселона жазда келісімшарт аяқтап бара жатқан Реалдың оң қанат шабуылшысы Марко Асенсионы өз қатарларына қосып алғысы жазда келеді екен және сол жайында келіссөздер жүргізіп жатыпты. Реалдан Марконы тартып аламыз деген ойы бар достар. Достар, АПЛ-да ойнайтын бір мықты команда бар, маған ойыны қатты ұнайды. Вест Хэм және оның орталық қорғанысын тас қамал қорғап тұрған Деклан Райс дейтін жас талантты ойыншы бар. Англияның жұлдызы жазда клубтан кететінін нақты айтқан екен. Ал достар, бүгінгі шығарылымның ең басты және ең соңғы жаңалықтарына да келіп жеттік. Әлем чемпионы Энсо Фернандеш дейтін Бенфиканың жас талантты ойыншысы бар. Сол жас талантты ойыншы Бенфикадан Челсиға соңғы трансферлік терезеде соңғы сағат, соңғы минуттарда 120 миллион еуроға ауысып келді. Естеріңізде болса, осыған дейін АПЛ-да ең қымбат трансфер Джек Грилиш болатын Манчестер Ситидің шабуылшысы Астон Вилладан 100 миллион еуроға ауысып келген еді. Ал енді өз рекордында саяда қалып кетті. Ал достар, біз бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз, қоштаспаймыз, келесі кездескенше. Айтпақшы достар, Telegram каналға тіркеліп кетіңіздер. Telegram каналдың сілтемесі төменде. Қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар.